Сіз заңгер болсаңыз, тәжірибеңіз болса, және заң компаниясын ашқыңыз келсе, онда осы жағдайда мен сізге көмектесе аламын. Яғни немен көмектесе аламын? Заң компаниясын құруға, яғни отдел продажды құруға, маркетингті құруға, одан кейінгі бүткіл процесстарды құрастыруға, яғни сіздің бизнесіңіз кемінде айына 8 миллион теңге әкелетіндей қылып, жаңағыдай сол деңгейге жететіндей жасап бере аламын. Не үшін мен айтуында құқығым бар? Себебі мен өзім заңгермін, өзімнің заң компаниям бар, Шыныбаев и партнеры. Ол компанияда менде 6 заңгер жұмыс істейді. Яғни одан кейін отдел продаж бар, маркетинг жасалған, сайт барлығы бар, одан кейін бар структура бәрі жасалған. Яғни осы іс бойынша мен сіздерге яғни көмектесе аламын. Негізі ең басты проблема заңгерлерді сату. Яғни заңгерлер сата алмайды. Консультация береді адамға, бірақ сату жағына келген кезде, яғни адамға бір жаңағыдай кеңес беріп болғаннан кейін сіздің өзіңіздің қызметіңізді сатуыңыз керек қой. Вот сату жағына келгенде заңгерлердің көбісі жаңағыдай қолдары енді тәжірибе болмағаннан кейін сата алмайды. Яғни кеңеске келеді, кеңес алады, адам кетеді, бірақ қайтып сатып алу өте қиын. Ал сол кеткен адам қайтып звондау, заңгер оған звондамайды. Не үшін? Өйткені айтады, керек адам өзі келеді деп айтады. Шын мәнінде оған звондау керек, сөйлесу керек, яғни оған сату керек. Сатуды қалай жасау керек екен, отыды барлығын мен сізге үйретіп бере аламын. Сондықтан егер осы информация керек болса сізге, сату өнерін, одан кейін барып, жалпы өзіңіздің тек қана заңгер емес, жалпы заң компаниясына құрғыңыз келсе, онда маған хабарласыңыздар, астында телефон нөмірі болады. И сіздермен кеңесе отырып, өзімнің жеке менторствоны аламын. Бірақ сразу айтайын, жеке менторство бәрін қабылдамаймын. Жаңағыдай тәжірибесі болу керек деп айттым, иә. Осын кейін мына сатуға кішкене өзінің бейімі болу керек деген сияқты. Сондай бейімі бар адамдармен ғана жұмыс істеймін. Сразу айтайын, жеке менторство арзан тұрмайды. Сондықтан хабарласарда өзіңіздің қаражатыңызға қараңыз. Егер сіздің қаражатыңыз бар болса, сіздің заңгерлік бір тәжірибеңіз бар болса, компания құруға сіздің мақсатыңыз болса, онда хабарласыңыз.